Ертеде бір ауылда өте мейірімді бір бала өмір сүріпті. Оның әкесі отбасын асырау үшін күн сайын ауыр жұмыс істеді. Бала әкесінің қатты шаршағанын көріп, оған көмектескісі келді. Ол әкесінің жанына барып, көмектесе бастады. Әкесі баласының мейіріміне риза болды. Мейірімділік пен қамқорлық адамды жақындастырады. Мейірімді балағыр ата-ананың нағыз қазынасы. Жақсылық ешқашан жоғалмайды. Адал азамат болу, ол адамгершіліктен басталады екен.